Құрметті қазақ елі, ассалаумағалейкум. Өкінішке орай қазіргі таңда елімізде арабизация деген дүние қарқынды дамып келе жатыр. Жалпы сол арабизацияны пропаганда жасап жүрген адамдарға мен сұрақ қойғым келіп отыр да. Сол арабтарға дінді үйреткен қазақтар екенін біле ме екен? Түсіндіріп өтейін қалай болғанын. Мынау қай жылы екені нақты есімде жоқ, бірақ мынау қазақ жерінде Талас өзенінің маңында кезінде атлақ шайқасы болған. Яғни арабтар мен Қытайлар соғысқан. Сол кезде арабтардың басты мақсаты дінді тарату болған, яғни ислам дінін тарату болған. Сол кезде біздің ата-бабаларымызбен танысып, қосылып, сол кезде ата-бабаларымыз былай деген арабтарға: дінін тыңдап, әңгімесін тыңдап, так, мынау біздің салт-дәстүрімізге қайшы дүние емес екен. Давайте біз келісеміз деп, біздің ата-бабаларымыз салт-дәстүрге сүйене отыра ислам дінін қабылдаған болатын. Ал енді құрметті қазақ елі, қараңыздар, ата-бабамыздың алғырлығын осы жерде айта кетейік. Содан кейін дінді жақсылап меңгеріп алғаннан кейін біздің ата-бабамыз арабтарға барып, Арабияға барып дінді үйреткен. Осыны сол арабизация пропаганданы жасап жүрген адамдар біледі ме екен? Одан қалса мен сіздерге тағы бір жақсы дүние айтайын. Мынау қазіргі таңда арабтардың конституциясы, әлі күнге дейін ұстанып келе жатқан конституциясын қазақ Нәзір Төреқұловтың жазып бергенін біле ме екен? Яғни ол қалай болды? Нәзір Төреқұлов негізі өзі Жаңақорған облысының тумасы, қай ауылда туылған нақты мен білмеймін, өтірік айтпай қойын. Бірақ Совет үкіметінің кезінде Нәзір Төреқұлов араб әмірлігінің посолы болған, Совет үкіметінің атынан. Сол кезде Нәзір Төреқұлов арабтардың конституциясын құрамынан ала отыра жазып берген. Өздеріңіз ойланып қараңыздар. Бірақ өкінішке орай 37 жылы қаныпез, қатыгез Сталиннің кесірінен Нәзір Төреқұлов атамыз атылып кеткен болатын. Ал енді құрметті қазақ елі, бұл ойбай өтірік, сендер айта бересіңдер дейтін адамдарға айтқым келеді да, Моңғолияның конституциясын жазып берген Тұрар Рысқұлов болатын. Біле білсеңдер. Қарақалпақстанның спорттық ережесін қателеспесем жазып берген Сәкен Сейфуллин болатын. Құрметті қазақ елі, бұның барлығы қазақтың салт-дәстүрін ұстанған адамдар. Ал енді мынау домбыраны харам, сәлем салуды харам, жаңағыдай әруақтарға құран бағыштау, әруақтарды еске алуды харам деп жүргендер, біздің сондай ата-бабаларымыз тұрған кезде, ата-бабаларымыз қарсы болмаған ислам дініне, яғни өзіміздің салт-дәстүрге сүйене қабылдаған ислам дінін сендер не үшін ауырлатып, және де бізге алып келіп арабтың идеологиясын тығып жатсыңдар? Өзіміздің қазақтың идеологиясын жетістіріп алайық. Аман болыңыздар.